Байланысатан қорай, бүгін сіздерге сағаттың шығу тарихын және сол арқылы көптеген адамдар қалай қыруар қаржы тапқанын айтатын боламын. Егер бұл тақырып сізге қызық болса, соңына дейін көруге кеңес беремін. Ставлю 50 лет. Вы еще молоды. Если бы отмечали 25-летие столько, сколько я, зная, что только насилие может лишить вас жизни, вы бы ценили... Отвечаю. Кәсіпкерлер бұл өзге адамдарды өз бизнесінің қажеттілігіне сендіре алатын және ерекше бизнес құра алатын адамдар. Қазіргі уақытта адамдардың ойлап таппайтын дүниелері жоқ. Бүгінде тіпті таза ауамен де сауда жасауға болады. Иә, өте дұрыс естідіңіз. Және ол өте жақсы сатылады. Мысалы, Қытайда, әсіресе Бейжің тұрғындары арасында үлкен сұранысқа ие. Ал енді ғасырдың ең таңғаларлық стартаптарының бірі туралы айтатын болсақ, ол Лондондағы Бейвел отбасы ойлап тапқан ерекше идея болды. Бұл отбасы, тікелей айтатын болсақ, уақытымен сауда жасаған. Ол кезде дәл уақытта Англияның тек бір ғана жерінде, Гринвичтегі корольдік обсерваториядан білуге болатын. Обсерваторияда астрономдар уақытты аспан денелеріне қарап есептейтін. Алайда обсерваторияға келіп, уақытты тексеруге рұқсат алу оңай болмаған. Ол үшін арнайы корольдік астрономның рұқсаты қажет еді. Ал оны алу өте қиын. Гринвичтегі корольдік обсерваторияның ассистенті Белвин адамдардың обсерваторияға уақытты тексеру үшін жиі келетіндерін байқаған. Бірақ обсерватория Гринвич саябағының төбесінде орналасқандықтан, ол Лондоннан едәуір қашық болатын. Егер адамдар обсерваторияға уақытты тексеру үшін келуге дайын болатын болса, неге оларға уақытты өздері тұратын жерге ұсынбасқа, деп ойлады. Джон Гадрей Белвиннің шамамен 200-дей тұрақты клиенті болды. Оның ішінде сағат жасаушылар, банкирлер, биржалар және әртүрлі фирмалар бар еді. Себебі сол уақыттағы хронографтардың дәлдігі күнделікті немесе апта сайынғы уақыт түзетуді талап ететін. Сағаттарды Гринвич уақытына сәйкес дәлдікпен 10 секундқа дейін орнату мәртебенің көрсеткіші әрі қажетті элемент болып саналған. Сондықтан бұл қызмет тұтынушылардың арасында үлкен сұранысқа ие болды. Осылайша Белвин өзінің қайтыс болғанына дейін, нақтырақ айтатын болсақ 1860 жылдарға дейін, әр таң сайын Гринвич обсерваториясына барып, сағаттарын дәл уақытқа сәйкестендіріп отырды. Кейін ол өз тұтынушыларына барып, олардың сағаттарын өз хронографына қарап түзетуге мүмкіндік беретін. Ал уақытты саудалайтын біздің қарт қайтыс болғаннан кейін, оның ісін әйелі Мария Элизабет жалғастырды. Ол 1892 жылға 80 жасына дейін клиенттерді дәл уақытпен қамтамасыз етті. Содан кейін бұл бизнесті қызы Рут Белвин жалғастырды. Дәл осы Рут уақыт ханымы немесе Гринвич ханымы деген атпен танымал болды. Рут күн сайын Гринвич обсерваториясына барып, өз сағатын астрономиялық уақытпен сәйкестендіріп, бас астрономның қолы қойылған дәлдік сертификатын алатын. Уақытты жеткізу қызметіндегі ауытқу шамамен 10 секунд құрады. Бірақ 20 ғасырдың басында Рут Белвиннің бәсекелесі пайда болды. Джон Вин Тайм компаниясының иесі ретінде осыған ұқсас қызметті телеграф арқылы ұсынды. United War клубтағы сөзінде Вин Рутты архаикалық әдістерді қолданғаны үшін сынап, тіпті Рут бизнесін төсек арқылы жүргізеді деп болжады. Алайда Вин Рутқа қаншалықты қара күйе жаққысы келгенімен, барлығы керісінше орын алды. Оның сөзі басылып шыққаннан кейін Рутқа журналистер мен тұтынушылар үлкен қызығушылық таныта бастады. Нәтижесінде бұл оның танымалдығын арттырып, оның тұтынушылар санын көбейтті. 1926 жылы Рут Белвин үшін айтарлықтай күшті бәсекелес пайда болды. BBC радиостанциясы дәл уақыт сигналдарын тарата бастады. Радио кеңінен таралғаннан кейін де Рут өзінің жұмысын жалғастырып, 1940 жылға дейін қызметін көрсетті. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін 86 жасында Рут бұл бизнесті тастады. Ол Гринвич обсерваториясына күн сайын 12 мильдік сапар жасауға және таңғы 9-ға дейін жетуге қинала бастады. Ал бұрынғы тұтынушылары тіпті қызмет көрсетуді тоқтатқаннан кейін де оған қаржылық қолдау көрсетіп отырды. Рут 1943 жылдың соңында 89 жасында қайтыс болды. Рут қайтыс болғаннан кейін оның сағаттары сағат шеберлері қауымдастығының мұражайына берілді. 2008 жылы британдық Гринвич мемлекеттік мұражайы Рутқа арнап The Greenwich Time Lady атты кітап шығарды. Бұл кітап Гринвич ханымы ретінде танылған Руттың ерекше өмірі және оның кәсібіне арналған болатын. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде лайк басып каналға тіркеліңіз. Және міндетті түрде Белвин отбасы секілді жоқ жерден мүмкіндік көруге тырысыңыз. Еңбек бәрін жеңбек.